Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, жидектері езілмей даярланатын әрі өзінің әдемі түсін сақтап қалатын құлпынайдан варенье даярлаймыз. Варенье үшін бізге тек құлпынай мен қант қажет. Құлпынайды алдымен жуып аламыз, содан соң тазалаймыз. Себебі алдымен тазалайтын болсақ, құлпынайды жуған уақытымызда құлпынайдың ішіне су кіріп кетуі мүмкін. Бұндай жағдайда варенье сулы болып келеді. Сондықтан алдымен жуып аламыз, содан соң тазалаймыз. Қанттың мөлшерін 1 кг құлпынайға 600-700 грамм етіп аламыз. Мен 2,5 кг құлпынайдан варенье жасадым, сондықтан мен 1,5 кг қант алдым. Құлпынайға қанттың барлығын қосып, оны 2-3 сағатқа қалдырамыз. Оның суы шыға бастаған уақытта біз оны газға қоямыз. Құлпынайдың суы шыққан уақытта аздап араластырып қоямыз. Құлпынайды орташа отта қайнағанға дейін жеткіземіз. Құлпынайдың әдемі түсі мен оның жидектерінің толығымен езіліп кетпей сақталуы үшін қайнаған уақытта бірден газды өшіреміз. Құлпынайдың бетіне шыққан көбігін қасықпен аламыз. Содан соң құлпынай вареньесін 8-10 сағатқа суытып қоямыз. Осы уақыт аралығында варенье сұйықтығының барлығы жидектерге сіңеді. 8-10 сағаттан соң вареньені қайтадан газға қоямыз, қайтадан қайнатып, қайтадан өшіреміз. Осылайша осы үрдісті 3-4 рет қайталаймыз. Менің жидектерім кішірек болғандықтан мен 3 рет осылай жасадым. Вареньені таңертең қайнатып, содан соң кешке дейін суытып қоясыздар. Кешке бір қайнатып алып, таңертеңге дейін қалдырасыздар. Таңертең қайтадан қайнатып, кешке дейін суытып қоясыздар. Осылайша құлпынай жидектерінің үлкен болған жағдайда 4 рет, ал кішірек болған жағдайда мен секілді 3 рет қайнатып аласыздар. Сонда вареньеде құлпынай ешқандай езіліп кетпейді, әрі варенье өзінің әдемі түсін сақтайды. Ыстық вареньені алдын ала стерилизация жүргізген ыстық банкаларға құйып жабамыз. Мен стерилизацияны духовкада жүргіземін. Банкалардың барлығын сетканың үстіне қойып, оның астына противенге су құйып қоямыз. Духовканы 200 градусқа дейін қызып, қызған уақытта шамамен 15 минут көлемінде духовкада банкаларды ұстаймыз. Өте ыстық банкаларды духовкадан бірден шығармаймыз, себебі олар сынып кетуі мүмкін. Сол үшін духовканың есігін аздап қана ашып, аздап қана суытамыз. Ыстық банкаларды біртіндеп отырып шығарып, вареньемізді құйып аламыз. Банканың қақпағын стерилизация жасау үшін суда 1-2 минут қайнатқан жеткілікті. Ыстық вареньені ыстық банкаларға құямыз. Банканың ішіне вареньені толтырып құюға тырысыңыздар. Сонда банканың ішінде өте аз мөлшерде ауа қалады. Бұл вареньенің жақсы сақталуына әсер етеді. Егер де вареньенің сулы бөлігі көп мөлшерде қалған жағдайда, оны бөлек бір банкаға жауып алсаңыз болады. Бұл вареньенің сұйық бөлігін сіздер бисквитке пропитка үшін қолдансаңыздар болады. Банканың қақпағын жақсылап жапқаннан соң, оны төңкеріп, толық суығанға дейін одеяло немесе пледпен жауып қоямыз. Сонда банканың ішінде стерилизация жақсы жүреді. Осымен біздің өте дәмді вареньеміз дайын. Сіздер де міндетті түрде осы рецепті пайдаланып, даярлап алыңыздар. Мен өз каналымда әртүрлі ерекше тағамдардың рецептісімен бөлісемін. Менің каналымнан сіздер әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классын таба аласыздар. Жаңа видеоны жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Жақын арада қысқа дайындық айдардың тағы да рецептілерімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болғаныңызға рахмет.